мұң жайлады, көкіректі, өзекті. Жасқа кеміп, бір жыл қалай тез өтті. Аңсағанда өзіңізді жанана, жан жүректен сағыныштың сөз өтті. Ардақты да аяулы анамыз, асыл әже, қамқор дана. Күні кеше ғана жанымызға сая болып, сарқылмас ақылшымыз, жарқын жанашырымыз болып жүрген едіңіз. Сіз кеткелі жылға жуық уақыт өтіпті. Есейіп кетсек те, сіздің аялы алақаныңызды, айтқан ақылыңызды, шексіз мейіріміңізді сағына береміз. Уақыт шіркін зымырап жатса да, сізге деген құрметіміз сол күйінде. Жарқын бейнеңіз жаңғырып санамызға нұр себуде. Іздейміз, сағынамыз. Беркінова Дина анамыз 1939 жылы 4 қаңтарда Ақтөбе облысы Темір ауданында атамыз Абдулла мен әжеміз Дәржанның отбасында дүниеге келді. Қазақстан Республикасының халық ағарту ісінің үздігі Беркінова Абдулла атамыз Совет үкіметі кезінде қилы кезеңдерді басынан өткерді. Ол алғашқы мектептердің іргесін қалап, ұстаздық жолына жарты ғасырдай ғұмырын сарп еткен ұлағатты ұстаз. 1911 жылы Ғалия медресесін тәмамдағаннан кейін туған өлкесі Ащықұдыққа келіп, сол кездегі Ғайынды Жұбановтардың әкесі Қуан ашқан мектепте бала оқытады. Абдулла ата көптеген құрмет грамоталарымен, халық ағарту ісінің озаты белгісімен, Ленин орденімен марапатталған. Анамыз Дина бала кезінен зерек болып, әкесі Абдулланың берген тәрбиесін бойына сіңіріп, оқу білімге құштар болып өсті. Жазушылық өнері де әкесінен дарыған болатын. Дина Абдулла қызы 1960 жылы Мәскеу кооперативтік техникумын сәтті тамамдап, ұзақ жылдар бойы байланыс бөлімшесінде қызмет атқарды. Ол өзісіне өте тиянақты, жұмысына жауапкершілікпен қарайтын. Өзінің ғибратты еңбекқорлығымен, табанды істерімен, сыпайы мінезімен, адам баласына жамандық ойламайтын адалдығымен танылған, ерекше ел ықыласына бөленген жан еді. Ол өмірге 3 ұл, 2 қыз әкеліп, аяулы ана атанды. Олардан 10 немере мен 8 шөбере сүйді. Балаларын ешкімнен кем қылмады, ешкімге жалтақтамасын деп, күні түні еңбек етті. Ана орнына ана, әке орнына әке де бола білді. Жастайынан өмірдің құндылықтарын бойына сіңіріп өскен анамыз еш қиындықтан қорықпады. Қандай жұмыс болса да тартынбай, аянбай аяғына дейін жеткізетін. Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуге дайын тұратын анамыз өтірік өсектен алыс болды. Біреудің ала жібін аттамай адал өмір сүрді, және балаларын да солай тәрбиеледі. Баланың тәрбиесіне үлкен ден қойды. Оларды адал болып, адамдық қасиеттерді бәрінен де жоғары қоюға жетеледі. Қыздарын ұядан ұшырып, ұлдарын адал азамат етіп, шаңырағының иесі атандырды. Бірақ тағдырдың сынағы әл алда екенін ана жүрегі сезбеді. 2015 жылдың көктемінде кенже ұлы алмастан қапыда айырылып қалды. Небәрі 41 жыл өмір сүріп, енді ғана өмірдің қызығына бөленер шағында ана жүрегін қансырата тілгілеп, көкірегін жаншып, қайғының қан құстырар мұңына орап, бұл өмірден кете барды. Ана жүрегіндегі бұл қайғы өмір бойы жазылған жоқ. Тіршіліктің бар тауқыметін қабырғасы қайыспай көтере білгені, денесін түк ұстап, қайсарлығы мен қайраттылығын ұрпағына үлгетіп, солар үшін жан аямай қызмет еткені, жұмыр басқа түскен қиындықты қасқайып тұрып қарсы алып, жеңе білгені
ұрпағына өнеге болар сөзсіз. Анамыздың замандас құрдастары Дина әйел затынан емес, ол нағыз ер ғой деп бекер айтпаса керек. Осы бір ауыз сөздің өзі анамыздың қандай мықты адам болғандығын дәлелдегендей. Ең бірінші татулық, бірлік болу керек. Бұл екі қасиет бар жерде барлық нәрсеге қол жеткізуге болады дейтін. Мен байлық жинаған жоқпын, атақ мансапқа таласқан жоқпын. Менің бар байлығым балаларым, ұрпағым деп жиі айтатын. Жас кезінде бейнет көп көрсе, қартайған шағында соның зейнетін көрді. Алматының тауларында бала-шағасымен демалыс күндері бас қосуды, табиғатта серуендеп, еліміздің әр түрлі әсем жерлеріне қыдырып, әр қайсысының туған күндерін, әр жетістігін атап өткенді ұнататын. Әжеміз өте ширақ еді. Салауатты өмір салтын ұстанып, тазалық пен әсемдікті жаны сүйетін. Ауласына ағаштар отырғызып, гүлдер өсіретін. Өмірінің соңына дейін 5 уақыт намазын өткізбей, Алла тағалаға құлшылық жасады. Анамыздың ортамызда жоқ екенін әлі де мойындай алмай келеміз. Оның байсалды да байыпты тұлғасы, күлімдеген келбеті, әсерлі де әдемі әңгімесі, мейірімге толы жанары, өмірдегі ең жұмсақ алақаны, айдын шалқар ақылы, кең жайлаудай мінезі бәрі есімізге сан рет оралады. Анамызға деген сағыныш оты жүрегіміздің түбінде маздап жанып, көкірегімізге мұң ұялап, көңіліміз босап, жанарымыз еріксіз жасқа толады. Аяулы анамыздың беделді, абыройлы, еліне сыйлы болғанын ауыл адамдарынан, құдалар, жұрағат жекжаттардың әңгімесінен естіген сайын көкірегімізді мақтаныш кернеп тұрады. Сары алтынның тұнбасындай қазақ еліне тән бар асыл қасиетті бойына жинап тере білген абыз ойлы, шешен тілді, жүзінен сәуле шашқан байыпты да байсалды ананың ошағы ешқашан сөнбейді. Асыл бейнесі ұрпағының, ағайын туысының жүрегінде мәңгі сақталады. Кеттің ана, жұмағыңа білеміз, дұға тілеп, еске алып жүреміз. Ағыш аулығың иісіңізді сіңдірген, соны ескеп, аңсап кейде жүреміз. Жаным анам, жалған өмір мәңгі емес, пәк жүзіңде елестейді таңғы елес. Тек жақсылық оймен ғана жүргенім, сізсіз өмір өтер бірақ мәндемес. Құдағи туралы көп нәрсе айтуға болады. Дина құдағиымыздың жақсылығы, ақтылығы айтып тауысу мүмкін емес ол кісінің. Дина апа шаңырағына пана болған, ұл қыздарына тірек бола білген, туыстарына, жақындарына, құда жекжаттарына тілекші болған адам деп айта аламыз. Бүгін бізбен бірге болмаса да, сіздің бізге көрсеткен құрметіңіз, қошеметіңіз, жақсылықтарыңыздың бәрі жадымызда. Айтқан сөздеріңіз мәңгі есімізде сақталады. Алар орныңыз жұмақ болсын, топырағыңыз торқа болсын. Айлар, жылдар өтсе де, сіздің жарқын бейнеңіз есімізде сақталады. Сізді құда болғалы, құдағи деп айтқанымыз жоқ, құда деп айтқан жоқсыз, анамыздай болдыңыз. Анамыз ретінде мәңгі есімізде сақтаймыз. Өмірде әр адамның өзінің алатын орны бар. Дина құдағи біз үшін ерекше жан еді. Барлық туған туысқандарына қамын ойлайтын, қамқоршы, ұрпағына ақылшы, мейірімді ана, құрбыларына мінезі жағымды, адал жолдас, Алланың сынағын көтере білген, мойымай көтере білген иманды адам еді. Алдыңыз бейіш, артыңыз нұр, ұрпағыңызға шапағатыңызды төге беріңіз.
Сіздің жайдарлы бейнеңіз біздің есімізде мәңгі сақталады. Апа туралы айтатын болсам, бұл кісі туралы сағаттап айтуға болады. Бұл кісінің адамгершілігі, адамға ниетінің түзеулігі, ақыл айтқан кезде тіпті тыңдап отыра бергіңіз келеді. Өте бір керемет жанның бірі болды. 2004 жылы декабрь айында біздің екінші ұлымыз Диар ауырып қалды, қатты диагноз қойды. Жүрмейді, сөйлемейді, бәріне дайын болыңыздар деп осы Мирон екеуміз жылап Алматыға бардық. Сол кезде апа поддержка берген адамдардың бірі, ол кезде марқұм досымыз Алмас болды. Жанка апа ниеттерінің түзеулігі, апа постоянно дұғада болды, бәрі жақсы болады, уайымдама, өйткен балаң ертең жігіт болып жүреді деп бір сөздің өзі мықты поддержка болды маған. Сөйткен бала қазір 20-да. Апа өте керемет жан болды. Ол кісі ақыл айтқанда тыңдап отыра бергім келеді. Тіпті біздің қуанышымызға да, қайғымызға да ортақтасқан адамның бірі. Апаның көрмеген қызығын балалары, немерелері, шөберелері көрсін. Мен тілекшімін. Өмірден өтіп, жұмаққа жетіп, жайланғандар қаншама. Анасын сағынғандарға арнайы сағыныш басатын жырым. Келмесіне кім қияды анасын, түс көргендей болып пенде қаласың. Анаң ғана мәңгі өмір сүрердей жаулайды екен перзентінің санасын. Мейлі анаң 100-ден асып кетсе де, кәрілігі қуып жүріп жетсе де, перзент үшін қартаймайды анасы, қиындықпен сынақтардан өтсе де. Асыл ана, жүзің нұрлы күн едің, шаңырақтың мерекесі гүл едің, сабырлы едің, қадамы бар салмақты, мейірімге бөлеуші едің жан жақты. Барлық балам болса екен деп қасыңда, барлықтарын теңеп қойып асылға, бәрін бірдей көре алатын анашым, жасыңызды жетсе де бек ғасырға. Тазалықты сүйген еді жанындай, таза жүрек қалай тұрсын сағынбай. Сағынамыз, езеуреген кезіңді жүр алмаймыз, бұл тағдырға бағынбай. Кеттің ана, жұмағыңа білеміз, дұға тілеп еске алып жүреміз. Ақжаулығың исіңізді сіңдірген, соны иіскеп аңсап кейде жүреміз. Даусың сенің естілгенді жібідік, сол даусыңды іздеп жаным түңілдік. Жадыраған жаның жаздай көрінген жансыз бейне суретіңе үңілдік. Жап-жарық сендей сұлу болмаған, ұнамай тұр бұл тыныштық орнаған. Өзің барда шуылдаған немерең тып-тыныш боп есейгендей таң қалам. Ана жаным, ақ жүрегің кең еді-ау, қиналсаң да еш білдіргің келмеді-ау. Сіздей мықты бола алмаймыз, анашым, жоқ дегенге бала жүрек сенбеді-ау. Жаным, анам, жалған өмір мәңгі емес, пәк жүзіңдей елестеді таң елес. Тек жақсылық оймен ғана жүргенім, сізсіз өмір өтер бірақ мәнді емес. Көшеді өмір керуен, кешеді көңіл серуен.
беу, күздегі жұрттай беу. Өтеді сайран дәуренің, кетеді бойдан дәрменің, жетеді жылжып байқалмай, қарттығың болар беу, тәттігін қалар беу. Асқағым жылдар заулайды, жас-шағын күндей аунайды, басқа бір жолдар табылмас, тасқа бір соқпай маңдайды, қайран дүние. Өртеніп іштей өзегі, тағдырға адам төзеді, күдерін үзбей күйбеңнен, келгенше бір күн кезегі, жалған дүние. Қадірсіз алтын уақыт, талайды кеткен жылатып, көңілді күндер жұбатып, алмасып заман беу, жалғасып адам беу. Қамшыдай ғана ғұмырым, тамшыдай мөлдір тұнығым, аз ғана жылдар жылуын сыйлайды екен беу, қайнайды екен беу. Асқағым жылдар заулайды, жас-шағым күндей аунайды, қасқа бір жолдар табылмас, тасқа бір соқпай маңдайды, қайран дүние. Өртеніп іштей өзегі, тағдырға адам төзеді, күдерін үзбей күйбеңнен, келгенше бір күн кезегі, жалған дүние. Қасқағым жылдар заулайды, жас-шағын күндей аунайды, қасқа бір жолдар табылмас, тасқа бір соқпай маңдайды, қайран дүние. Өртеніп іштей өзегі, тағдырға адам төзеді, күдерін үзбей күйбеңнен, келгенше бір күн кезегі, жалған дүние.